Қайырлы күн, құрметті достар. Менде бүгін тауық еті, мінекей қараңыздар. Тұзын, приправа, бұрыштарын салып қойдым. Қазір мариновка жасаймын. Мариновканы осы Фабрик компаниясының кетчупымен, мінекей, және де майонезімен жасайтын боламын. Осыдан кейін барлығын араластырып, духовкаға салып, әрі қарай духовкада пісіремін. Осындай болып шықты. Бұл жерге картошка, сәбіз, болгарский перец қосуларыңызға болады тағы да. Және де чеснок, лавровый лист барлығын араластырып, осындай дәмді ас шығады.